Ey canıma İskalasın olsunday da Gençler kayıp verler Baba хоть болсын, камерасы. Егер демалыста балық қуарасың ғой, сол кезде керек. Елімізде де кілең достар екен, қайнымнан. Түрімізді сыйласайық, достарым. Сыйласқын келсе менімен, сыйласу деген санаспас шекпен шенемен. Ақ көңіліммен ақтарылып бір отыршы, берейін орын жүрегімнің қақ төрінен. Ат мініп менен қан қатуын киіп кетпессің, бәрін әзір асын дастарханға төкпескім. Келгенде қайным, қазымен қарта жемесең де, пейілмен құйған шайына риза болып кетсін. Аядай бөлме, отырам деме қай жерге, даладай көңіл жазира жүрек бар менде. Ат шаптырымдай бөлмес бар замандас, шіркін-ай, болады кейде бір кісі сыймай тар кеуде. Келгенде достар, қарамаң бар ма жоғыма, барымды тосып сыйлармын сіздерді сағына. Шын пейіліңмен қарасын берсін еждамын, не жетсін шіркін көңілдің кірсіз аппақ ағына. Менің қайнымның аппақ көңіліне қол соғыңыздар. Бақытқа жетелейді айналы біз, ақ жездем құтты болсын бүгін міне, 70-тің ақ желкенін жайғаныңыз. Аппақ таң нұрын бүгін себеді де, келіп тұрмыз жездемнің өр еліне. Ақ жездем 70 деген шыңға шықты, бойлайын менде тарих тереңіне. Құтты болсын ізгілік асылдарым, талай-талай дүрмекке қасынбадым. Дәл бүгін жүрегімнен шыққан жырды оқып берсін тыныштай асыл жарым. Ілі едім істегенде керек деген, ауылдан түлеп едік сенек деген. Бір ауылда екі үй сүгірәлі жоқ еді бірін-бірін бөліктеген. Бауырмалдық бар еді арадамын, бойымызға сіңіріп дала заңын. Апатайым бір туған бауырымдай, бөліп жерін ауылдың табанарын. Елімен жұрты бүгін сыйлағаншын, ақ жездем кір жақсыны жинағансын. Анамды алғаш алып, апамды алғаш алып кеткенінде ішімнен шыныменен қимағанмын. Уақыт бүгін ізгілікке өрлеткен, сендей жезде таппай мынау жер көктен. Аппақ апам төркінімнен төр беріп, базар жарының ақ бесін тербеткен. Енді жездем ақ жүрекпен сүйесіз, жүрген жолым емес жезде киесіз. Совхоз басшы, әкім болған ақ жездем, ел мен жұрттың ықыласына иесіз. Жарығы бар адамдықта сәулеттің, басымыздан кетпесін еш дәулетшін. Әрбір сөзі өмір дастан шертетін, абызы сіз, дүйім ауыл әулеттің. Қоссамдары жарасады жырғамын, үй болды ғой қобылан мен нұрланым. Біздер үшін шын қуаныш бақыт қой, ортамызда таудай болып тұрғаның. Шын бақытты орны болып ұсара, екі гүлің қос ауылға болып отыр отана. Нұргүл арай құтты орнына қоққандар, немереге желдер жүр ботадай. Бақыт сенің аппақ жүзден шын күйін, әр сөзіңді өлең дейін жыр дейін. Төрт перзенттен тараған сол ұл мен қыз, ұрпақтарың отыр болып бір дүйім. Құрметтеген сені менің атанам, әр сөзіңнен мейірімді баталам. Жақсы жезде әкеңдер ғой деген бар, еркелетсең мені наурыз биде атаға. Шапала қайда? Заман сабан. Ұлың қоғлан тұрады жадырапшын, келі жанар жақсылықтың сазырапшын. Сіздердей атанасын шын құрметтеп, қызметіне екеуі шапқылап жүріп. Біз білеміз ақ жездемді тұғыр деп, өмір деген шашыл берсін нұрын теп. Апалтайым қолымыздан жібермей, ғасыр тойым өтсін деймін дүбірлеп. Бақ, шапала қайда? Құтты болсын. Жыламаңыз бар. Сіз жыласыға біз жылаймыз. Бүткіл халық жылайды. Қосыламыз ба? Olsa
шағымызда кішкентай кезімізде қызықта туылғанменен есімізде жоқ. Саурада бірге ойнадық, бірге өстік. Мен кішкене, екеуінің арамызда мен кішкене марқалау болдым. Қасымда жүрдіңдер екеуміз. Біреуіңді Балка деп атадым, біреуіңді Жұмекен деп атадым, жасыратым жоқ. Бір қызықтың бәрін көргенбіз. Мен енді Қалжекең әкемізді, анамызды, Шабай Мамай ағаларымызды, Қали апамызды көрген адамның біріміз. Енді балалық шақ әрине қызық, бірақ біз енді өмірдің сол кезде 64 жылы біздерде колхозды таратып жүргеннен кейін жан-жаққа кеттік. Екеуміз 8 жылдан кейін Орал қаласында бір көрдік. Сол тарап кеткеннен. Екеуміз жұмысқа бірге тапсырдық. Бірақ енді менің жолым болып кетті. Сол Сенектен келген жігіттер ішінде Ғабит қалды. Төменбай енді сол жолы конкурстан өте алмай қалып, бірақ өтпегені дұрыс болған болар деп ойлаймын. Сен оның атын зауытын жақсы бітіріп келіп, үлкен осы Маңғыстауға белгілі мекемелерде қызмет істеп, бірақ басшылықта жүріп, артыңнан сөз қалған жоқ, артында мақтау берілді. Енді мемлекеттік қызмет істедім. Онда да сенің артынан сөз болған жоқ. Сөйтіп кеткен кластастар ішінде басшылық қызметте жүріп, үлкен бір деңгейге жетіп, жолдас таптым, дос таптым. Мынау күләшпен семья құрып, мынау ұрпағым өсіп жатыр. Аллаға шүкір дейміз. Сондықтан енді бүгінгі мынау ағайын тума бауырларына айтылған тілектер арқалап қалыпсың. Жасым. Бүгін енді мен мына отырыстың ретінің жайына қарап, өзім ойланып, інілерді бұтауға болмайды. Себебі адам өміріндегі алдым бар, артым бар. Сол інілердің өкіліне мен мына Сенекте мектеп бітіріп, алғаш Сенекте қызмет жасап, ат жалын тартып, азамат болып бастаған жерім ғой. Сол уақытта мектептен, анау студент кезімнен бұлар әбітірет балдар болып келіп, алғаш араласқан үнлер көп мен Сенекте. Солардың өкілі Ақтау қаласындағы мына Қошқарбаймен шыққан. Басқа әнелер бар. Енді ағайынның аты ағайын. Ағайын өз сүйегіңді ұмытуға болмайды. Тартам ғой. Соның ішінде көп тұлғаменен де тек қана екі адам бар. Қуанышпен
армандай осы екеуі қасында жүрді, бірге сыйластық. Бірақ сөзім де әлемде тек қана осы екеуіне келеді. Сеніңкіреп, мүмкін жақсы көргеннен кейін болар. Міне осы ретпенен бүгін осы отырысқа төртеуді арнайы шақырдым. Мынау інілерімнің атынан менің барлық жердегі осы төртеуді келеді. 70 жаста бірақ ауызшаңыз жөндеуге шыққан аңыздардан сөйлеген. Құтты болсын. Шыға бер, біз саралып атырамыз. Ауылға жүзінде күнде әңгіме айтқанда бүкіл ауылдары жете береміз. 70 жас мерейтойын заңғар қаламыздың сүйген тойын Теңе ағамыз Абай екеуі базардан жауып базармен бірге. Бәрімізді қонаққа шақырған екен. Осындай мерекенің арасында бірге болып сіздермен жасамақ болған